Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің мектеп. Бүгінгі сабағымызды біз ребус шешу арқылы бастаймыз. Ребустың шешуі не? Дұрыс айтасыңыз, мектеп. Өзіңе мектебің ұнай ма? Ол қандай? Мектебің туралы қандай мадақ сөз айта аласың? Мысалы, заманауи, үлкен, әдемі, жарық деген сияқты. Иә, ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы біздің мектеп. Біз сенімен мектептің не екенін, ол не үшін керек екенін анықтайтын боламыз. Қалай ойлайсың? Біздің мектепті неге біздің мектеп үйіміз дейді? Себебі біздің уақытымыздың жартысы мектепте өтеді. Мектеппен біз өмір сүреміз. Мектеп ол өміріміздің үлкен бір бөлігі. Мектеп бізді тек білім алуға ғана емес, сонымен қатар ең негізгісі нағыз адам, мықты тұлға болып шығуға баулиды. Әр үйдің өзінің иесі болады. Дәл солай мектептің де өз иесі бар. Ол кім? Әрине, ол мектеп директоры. Директордың кабинеті өз үйі. Ақылшы да, қамқоршы. Мектептегі басты тұлға ол директор. Мектеп директоры өте салмақты, жауапты мамандық. Мектеп директоры болу үшін өте білімді, мықты болуды қажет етеді. Мектеп директоры мұғалімдер ұжымын, мектеп ұжымын басқарады. Ол мектептің негізгі тұлғасы. Сондықтан ол мектептің барлық жұмысына жауапты кісі. Ол осы мектептегі мұғалімнен бастап, басқа да қызметкерлердің жұмысын бақылаушы. Бірақ ол жалғыз емес. Оның да өз көмекшілері бар. Олар директордың орынбасарлары. Оқушылар, мектеп сөзі араб тілінен алынған жазу жазатын орын деген ұғымды білдіреді. Мектеп әрі жарық, кең бөлмелері бар. Оқушылардың білім алатын орны. Ал мектептегі негізгі тұлға ол мұғалім. Ол білім берумен қатар ізденуге үйретеді. Тәлім, тәрбие береді. Ал енді мектепте басқа қандай бөлмелер бар? Еске түсірейікші. Мектебің мынау классың. Осында 10 жыл тұрасың. Тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Бұл сынып бөлмесі. Қоңырау соғылды. Бөлме бос кетті бәрі жүгіріп. Естіледі күлкі шу. Жарық таза дәлізде. Оқушылар, бұл дәліз. Көп біліп, көп оқуға кітап керек әрине. Саған көмек беретін кітапхана түрәне. Оқушылар, бұл кітапхана. Шынық тұру денені, бұл денсаулық талабы. Секіреміз домалап, спорт залында қуалап. Бұл спорт залы. Асхана есік ашады. Шәй мен ботқа дәмді. Иісі мұрын жарады. Кеспе мен еті тағы бар. Бұл біздің асхана. Мұғалімдер бөлмесі. Ұстаздың ол панасы. Күш қуатын алатын. Жағдаяттар шешетін. Ақыл кеңес құратын. Оқушылар, бұл мұғалімдер бөлмесі. Мейірбике апайдың
жүзі жарқын әрқашан. Басым, ішім ауырса, көмегі әзір әрқашан. Бұл ем-шара бөлмесі, есігі ашық айқара. Оқушылар, біз мектеп бөлмелерін еске түсірдік. Енді сіздерге тапсырма. Суреттен қандай бөлмелерді көріп тұрсың? Сәйкестендір. Ем қабылдау бөлмесі, оқу бөлмесі, мұғалімдер бөлмесі, кітапхана, асхана, дәліз. Өте жақсы оқушылар. Ендеше тапсырма. Мектепте кімдер жұмыс істейді? Суретте кімдер бейнеленген? Олардың қайсысы мектепте жұмыс істейді? Олар қандай жұмыс істейді? Дәптеріңе жазып, маған жолда. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.